Сәлем достар. Жалпы жетістік жолында жүрген адам, өз-өзін дамытқан адам, қаржысын басқаруды үйренгісі келген адам, ең бірінші қадамдардың бірі, әрине ол не? Өзіңнің тауып жатқан табысыңды сақтай білу, сақтап үйрену. Қарапайым сақтап үйренудің қарапайым жолы тауып жатқан табысыңның кемінде 10%-ын ай сайын жинап үйрену, соны дағдыға айналдыру. Әрине, бара-бара оны өзіңіздің табысыңыздың пайызын бара-бара көтеруге болады. Ең кемінде 10%-ын жинап үйрену, соны не қылу? Әдетке айналдыру. Өкінішке орай көп адамдарда осындай қасиет жоқ. Және де бұндай әдетпен не қылмаған, әдеттенбеген. Жетістікке жеткісі келетін адам осы бірінші қадамын не қылу керек? Үйрену керек, бойына қалыптастыру керек.